Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді үлпілдек болып шығатын тоқаштардың рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне толықтай жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне тұзды, қантты салып, ашытқымызды салып, сұйық майымызды құйып, жұмыртқамызды салып, барлығын бір жақсылап араластырып аламыз. Менің каналымда күн сайын шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Енді ұнымызды осылай біртіндеп сала отырып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Осылай ұнымызды кезек-кезек сала отырып, жақсылап қамырымызды илеп шығатын боламыз. Нанымызды илеп алғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қалдыратын боламыз. Нанымыз көтерілді, енді осыны бірнеше бөлікке бөліп, тоқаштардың түйу әдісімен бөлісетін боламын. Нанымызды осылай қолымызға май жағып алып, ыдысымыздан босатып алатын боламыз. Барлығын осылай бірдей етіп мөлшермен кесіп шығатын боламыз. Енді қолымыздың көмегімен тоқаштарды осылай тура видеода көрсетілгендей етіп орасаңыздар өте әдемі болып шығады. Сіздер үшін тағы да бір рет қалай дайындалатынын көрсететін боламын. Тура видеода көрсетілгендей етіп дайындаңыздар. Барлығын осылай дайындап болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Және де макты сепсеңіздер болады, өз қалауларыңыз бойынша. Менде 19 штук тоқаш шықты. Егер сіз бұдан да көп жасағыңыз келсе, құрамындағы ингредиенттерін көбейтіп жасасаңыз да болады. Тоқаштарымызды дайындап болғаннан кейін бетін жауып тағы да 20 минут көтертетін боламыз. Енді үстіне макты сеуіп, алдын ала қызған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Сіздерге тура осы менің рецебім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Міне біздің тоқаштарымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді үлпілдек болып шықты. Енді дүкеннен сатып алмай, менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын сіздермен болған жан сая.